Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Иван. Бүгін мен ютубтан, гуглдан, тиктоктан көрген эксперименттердің бәрін солардың бәрін осы телефоннан бәрін тексеріп көрем. Ендеше кеттік. Ең бірінші эксперимент менде тиктоктан болды. Ол тиктокта экспериментті істеу үшін бізге Яндекс керек. Достар, ескертіп кетейін, мен қазір айта алмаймын. Бұл қанағаттандырмағандарыңыздан деген сөзді сіздер ойлап тұрған шығарсыздар. Бәрі по-любому сондай сөз айтады. Тым қызық емес, сондай деп айтасыздар. Бірақ шынымды айтайын, бұл өте қызық, прикол. Өздеріңіз жазып көріңіздер. Солай мен қазір істей алмаймын, себебі менде қазір сіздермен дуре көрземін істеп отырмын. Бұлай жазайын десем, ол сөзбен айта алмайды, Алиса. Микрофонмен істейін десем, ол енді істелмейді. Міне, мысалы сіздерге көрсетіп кетейін. Міне. Ал қазір мен видеоны тоқтатып тастап істесем, бәрі істенеді. Сіздерге айтып кетейін, бұл жерде Алиса осылай айтады. Егер тыңдағыларыңыз келмесе, дәл қазір осы Алисаға барып, өздеріңіз жазып айтып көріңіздер. Осылай айтады. Қанағаттан деп арғай солай кете береді. Білетін шығарсыздар жартыларыңыз. Енді бізге екінші приложение дегенде Google'ға керек. Екіншісінде бұл жерде естіген Нони деген сок бар. Нони. Соны тексеріп көреміз. Тек мына жерде эксперимент емес. Прикинь, шын. Мұндай көкөніс па, жеміс па затына. Прикинь. Сок Нони. Үшінші дегенім шатасып кеттім. Үшінші бізде бұл тиктокта істелетін зат. Тиктокта любой алдымызға рекомендация шыққан бір видеоны аламыз. Міне, мысалы, ең бірінші осы видео шықты. Енді осыған комментарияға жазамыз. Былай. Осылай, короче. Осын COVID-19 және осылай. Жібермейді, недоступны предметі деген. Үшінші эксперимент бітті. Қайтып сіздерге көрсетіп жіберейін. Осылай. Осын COVID-19 және осылай. Осылай жазсаң, комментарияң удалить етіліп қалады. Міне, недоступны параметры. Тағы эксперимент. Ал достар, білмеймін нешінші экспериментке келдік. Бұл эксперимент білулеріңіз мүмкін. Егер сіздер біреуге пранк жасағыларыңыз келсе, немесе жай тығылып сөйлескіңіз келсе, сондай бір нәрсе болса, онда сіздерге мүмкіншілік бар. Бұл сандар любой андроидта істеуге болады. Ең бірінші бізге тор жұлдыз, сосын 31 тор көз. Сосын мына жерге біреудің нөмірін жазасыздар. Сосын ары қарай өзі звондала береді әр адамға. Мысалы,
мен звондап көрейін. Так. Жоқ, болмайды. Yes. Әйтеуір сенбесеңіздер де сенсеңіздер де бәрібір бұл жұмыс жасайды. Мына жерде мынаны ұмытып кетіппін. Осылай. Дәл осылай болу керек. Жұмыс жасайды бұл достар. Енді тағы бір эксперимент. Соңғы эксперимент дегенде мен оны білем. Сондықтан енді кеттік. Міне осындай әріпті Google'дағы, WhatsApp'тағы сөздер, әріптер осылай әдеміленіп өзгереді. Оны қалай істейді? Көбісі білуі мүмкін, кейбіреулері білмеуі мүмкін. Енді ең бірінші бізге мынандай қалың сөз шығу үшін бізге звездочка керек, осындай. Сосын осы қалай сыңдар деп жазайық енді. Сосын звездочка қоямыз. Міне осындай шықты. Енді мынандай үсті сызылық болу үшін сөзде осындай шығады. Міне. Оны білулеріңіз керек. Сосын тағы да жазсақ қалайсыңдар деп. Сосын осылай тағы да ар жағына осылай қоямыз. Сосын тағы біреу бар. Міне, нежный правил. Сосын тағы да жазайық. Қалайсыңдар. Сосын нежный правил. Міне бұл кішкене қисайып шығады. Енді простой қалайсыңдарды қараңдар. Салыстырыңдар бәрін. Міне, мынадан бастап қараңдар. Айырмашылығын. Міне, мынау қалың түрі жазылған, үстіне сызық кеткен, қисайып жазылған, кәдімгі простой. Ендеше сау болыңыздар, келесі кездескенше, пока-пока, чао. Каналға ең басты тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, колокольчик басыңыздар, коммент жазыңыздар, анамын істеңіздер. Қысқасы YouTube'да істерін ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.